Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 93-ші сабақ санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер. Бірінші тапсырма. Сен санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген суреттерді, яғни есептерді шығарып үйренесің деп жатыр. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Яғни суреттер мыналарға сұрақтарға жауап беруіміз керек. Яғни бізде мына жерде шаршы, шаршы нешеу деп жатыр. Шаршылар нешеу? Яғни бізде 1-2 шаршы бар. Ал үш бұрыштар нешеу? Яғни үш бұрыштарды санаймыз бұл жерде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл жерде 8 үш бұрыштар бар. Енді тапсырмада үш бұрыштар қанша болса, шаршыларды сонша болу үшін 2 шаршыдан неше рет алу керек. Яғни біз мына жердегі 8 жаңағыдай үш бұрыш шығу үшін мына шаршылардан нешеу алуымыз керек. Яғни 2-ні көбейтеміз 4-ге. Теңдігі, яғни нені білдіреді? Яғни біз бұл жерде 2-ні 4-ге көбейткенде бізде теңдігі 8 шығады. Ал тапсырмасында шаршылар қанша болса, яғни шаршылар қанша болса, әр топта сонша үш бұрыш болатындай етіп, үш бұрыштар санын неше топқа бөлу керек. 8 бөлінген 2 тең, яғни теңдігі 4. Нені білдіреді деп жатыр. Яғни 4 топқа біз бұл жерде неше топқа бөлуіміз керек болады. Яғни бізде бұны 4 топқа бөлу керек. Ал екінші тапсырма. Есепті шығару үлгісіне қара. Жандос кітапханадан 6 кітап алды. Ал Самал одан 3 есе кем кітап алды. Самал кітапханадан неше кітап алды? Екінші есеп. Есепті шығару үлгісіне қара. Яғни Жандос кітапханадан 6 кітап алды, ал Самал одан 3 есе кем кітап алды. Самал кітапханадан неше кітап алды? Жандос 6 кітап алды, ал Самал қанша есе одан кем кітап алды. Яғни бұл жерде біз 6-ны бөлеміз нешеге? 3-ге, оның жауабы 2. Яғни жауабы Самал 3 кітапханадан неше кітап алды? 2 кітап. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. Әлима інісіне 6 сурет дәптерін және одан 2 есе артық қарындаштар сатып әкелді. Әлима інісіне неше қарындаш сатып әкелді? Яғни біз бұл жерде сурет дәптерін нешеу сатып алып келді Әлима інісіне? Сурет дәптерін 6, қарындаштар одан 2 есе артық. Яғни біз бұл жерде 6-ны көбейтеміз нешеге? 2-ге тең 12. Яғни Әлима інісіне 12 қарындаш сатып алып келді. Төртінші тапсырма. Олжас кеше 4 есеп, ал бүгін одан 2 есе артық есеп шығарды. Олжас бүгін неше есеп шығарды? Яғни Олжас кеше 4 есеп, бүгін одан 2 есе артық есеп шығарды. Яғни Олжас бүгін кеше 4 есеп шығарған, ал бүгін одан 2 есе артық болатын болса, біз яғни 4-ті көбейтеміз 2-ге. Жауабы 8. Яғни теңдігі 8 болады. Сондықтан да бүгін Олжас кешеге қарағанда бүгін неше есеп шығарды? 8 есеп шығарды. 5-ші тапсырма. Яғни 10 санын бөлеміз 5-ге, өрнегінің мәні 10-ды бөлеміз 2-ге, өрнегінің мәнін неше бірлікке кем. Яғни біз бұл жерде 10 бөлінген 2 одан азайтамыз. Яғни 10-ды бөлеміз 5-ге. Яғни 10-ды 2-ге бөлгенде бізге неше? 5 болады. Одан кейін 10-ды 5-ге бөлсек бізге 2. Яғни 5 алынған 2 теңдігі 3 бірлікке. Яғни біз бұл жерде 10-ды бөлеміз 5-ге, өрнегінің мәні, яғни 10-ды бөлеміз 2-ге, өрнегінің мәні неше бірлікке кем? Яғни 3 бірлікке кем. Кейінгісінде 3-ті көбейтеміз 5-ге, өрнегінің мәні, яғни 3-ті көбейтеміз 4-ге, өрнегінің мәнінен неше бірлік артық? Яғни 3-ті көбейтеміз 5-ге, яғни 3-ті көбейтеміз 4-ге, яғни 3-ті 5-ге көбейтсек, бізде 3-тегі 5, 15 болады. Ал 3-ті 4-ге көбейтсек 12, яғни 3 бірлікке артық мына жерде болып тұр. 6-ші тапсырмада
Өрнектердің мәнін тауып, оларды рим цифрлармен жаз деп жатыр 6-шы тапсырмада. Яғни өрнектердің мәнін тауып, оларды рим цифрлармен жаз. Яғни бізде бірінші мына жерде бірінші есебімізде мына 8-ді бөлеміз 2-ге. Яғни мынау бізде 8. Мынау бізде рим цифры бойынша бізде бұл 2. Яғни 8-ді 2-ге бөлген кезде бізде 4 болады. Ал екінші есеп бізде 4-ті көбейтеміз 3-ге. Яғни мынау 4, рим цифры 3. Мынау бізде қанша болады? 10. Қанша болады? Рим цифрымен 10. 2 болады. Келесі 12 алынған 9. Яғни 12 азайту 9. Көбейтеміз нешеге? 4-ге. Яғни 12-ден 9-ды азайтсақ, бізде неше болады? 4 қалады. Оны көбейтеміз. Яғни енді біз 4-пен 4-ті көбейтеміз. Тең. Яғни 4-ті 4-ге көбейткен кезде бізде оның мәні неге тең? 12-ге. Келесі 10 көбейтілген. Келесі 12 алынған 9. Яғни 12 азайту 9. Көбейтеміз нешеге? 4-ге. Яғни 12-ден 9-ды азайтсақ, бізде неше болады? 4 қалады. Оны көбейтеміз. Яғни енді біз 4-пен 4-ті көбейтеміз. Тең. Яғни 4-ті 4-ге көбейткен кезде бізде оның мәні неге тең? 12-ге. Келесі 10 көбейтілген 1. Яғни 10 көбейтілген 1-ге. 10-ды 10 шығады. Одан азайтамыз нешені? Одан азайтамыз 7-ні. Яғни бізде 10-нан 7-ні азайтқан уақытта оның мәні неге тең? 3-ге тең болады. Келесі 12 рим цифрыменен осыны бөлеміз 3-ге. Яғни бізде 12-ні бөлеміз 3-ге. И оны көбейтеміз 2-ге. Яғни 12, 2, 3, 2 тең болады. Мына жерде яғни 12-ні 3-ге бөлгенде бізде бұл жерде 4 шығады. 4. Оны көбейтеміз нешеге? 2-ге. Тең. Яғни бізде қанша болады? 4-ті 2-ге көбейткенімізде бізде 8. Келесі тапсырма 5-ті. Келесі тапсырма 5-ті көбейтеміз 2-ге. 2-ге. Яғни 5-ті 2-ге көбейтсек бізде 10 болады. Оған қосамыз 1-ді. Яғни 1 тең 1 болады. Так, енді 7-ші тапсырма. Өрнектер құр және мәнін тап деген 7-ші тапсырмада. Яғни 7-ші тапсырмада бізде өрнектер құр және мәнін тап деген 4-ті 4-ге көбейтеміз. Көбейтіндісі неге тең болады? Оған қосамыз 37-ні. Осылай есептер құрастыру керек. Мысалы үшін бізде мына жерде жазып қойдым. Яғни мына 4-ті
4-ті 4-ке көбейтін одан оған 37-ні қосамыз. 4-ке 4-ті көбейткен кезде бізде неше шығады? 16 қосып 37, 53 болады. Одан кейінгі мәні, одан кейін 4 оның көбейтіндісі көбейтіп, оны 49-ға қосамыз. 4 пен 4-дің көбейтіндісі 16, қосамыз 49, яғни 16 қосу 49, 65-ке тең. Ал одан кейін екіншісін табамыз, яғни 5 көбейтілген 4, оған қосамыз 49-ды, осылай жалғастырамыз. 5 көбейтілген 4 қанша болады? 20, оған қосамыз 37, 57. 5-ті көбейтеміз 4-ке қанша? 20. 20. Оған қосамыз 49-ды. Яғни 20 қосу 49, 69. Ендігі келесі тапсырмада 18 бөлу 3 көбейтеміз 5-ке. Бұлай кетіреміз оны. 18-ді бөлеміз 3-ке. Бізде яғында тапсырма тұрған кезде алдымен бөлуді ма, көбейтуді орындаймыз. Әрине біз бірінші бөліп аламыз. 13-ті бөлеміз 3-ке, яғни 6 болады. 6, оны көбейтеміз 5-ке. 30. Одан кейін 18 бөлеміз 3-ке, яғни 6, көбейтеміз 6. Яғни 27. Дәл осылай жалғастырып шығара бересіздер. Келесі тапсырма бізде мына жерде 8-ші есеп. Есепті шығар. Мақпал 4 жұмбақ, ал Шыңғыс одан 2 есе артық жұмбақ жасырды. Шыңғыс неше жұмбақ жасырды? Яғни Мақпал 4 жұмбақ, Шыңғыс одан неше есе артық жұмбақ жасырды деп жатыр. Яғни бұл жерде біз 4 пен 2-ні көбейтеміз 8. Яғни жауабы 8 жұмбақ. 5-ші тапсырма. 9-ші тапсырма. Ойлан тап. 15 пен 100 сандарының арасында 9 саны неше рет бар? Яғни бізде 15 пен 100 сандарының арасындағы 9 саны неше рет бар? Яғни 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Яғни бізде неше рет қайталанды? 19 рет қайталанды. Рахмет. Сабағымды тыңдағандарыңызға сау болыңыздар.